Дәл қазір сіз қауіптің ортасында отырған болуыңыз мүмкін. Бұл видеода айтылатын 10 нәрсенің кемінде 5-еуі күнде қасыңызда бар. Бірақ адамдар бұларды қауіп деп мүлдем есептемейді. Ал статистика бойынша дәл осы себептер мыңдаған адамның өмірін қиған. Видеоны соңына дейін көріңіз, себебі ең бірінші ең қауіптісі, әрі көп адам оны әлі де елемейді. Ең соңғы 10-ші орын – ұялы телефон. Телефон біздің досымыз сияқты, бірақ ол адамды үнсіз өлтіруі мүмкін. Ұйықтар алдында телефон қолдану, бас астына қойып ұйықтау, ұзақ уақыт экранға қарау. Қауіптісі миға әсер, ұйқының бұзылуы, жүрек пен жүйке жүйесінің салмақ. Кейбір адамдар телефонсыз бір күнде өмір сүре алмайды, бірақ ол өмірді қысқартатынын мүлдем ойламайды. 9-ші орында бізде отырықшы өмір салты. Көп отыру қазіргі заманның жасырын жауы. Күні бойы отыру қозғалыстың аздығы. Нәтижесі қан айналымының баяулауы, инсульт, инфаркт, омыртқа аурулары. Кейде адам ауыр жұмыстан емес, қимылсыздықтан өледі. 8-ші орын артық стресс. Стресс көзге көрінбейді, бірақ ол адамды іштен жейді. Үнемі уайым, ашулану, ұйқысыздық. Қаупі, жүрек ауруы, қысымның көтерілуі, депрессия. 7-ші орында газ бен түтін. Иіссіз, түссіз қауіп. Газ плитасы, пеш, жабық бөлмеде түтін. Нәтижесінде улану, есінен тану, тіпті өлімге дейін апарады. 6-ші орын сапасыз тағам. Адам өз өлімін кейде қасықпен жейді. Фастфуд, артық қан, химияға толы өнімдер. Қаупі қант диабеті, семіздік, жүрек аурулары. 5-ке де келіп жеттік. 5-ші орын ұйқының жетіспеуі. Ұйқы өмір, ал ұйқысыздық баяу өлім. Кеш жату, аз ұйықтау. Нәтижесінде иммунитеттің әлсіреуі, мидың шаршауы. 4-ші орында бізде суды аз ішу. Сусыз адам ұзақ өмір сүрмейді. Қан қоюланады, бүйрекке салмақ түседі. 3-ші орында үйдегі химиялық заттар. Тазалағыштар, аэрозолдар. Қаупі улану, аллергия, өкпе ауруы. 2-ші орын елемей жүрген белгілер. Адам көбіне өз денесін тыңдамайды. Бас ауруы, кеуде қысылуы, әлсіздік. Қаупі кеш анықталған ауру, кенеттен өлім. 1-ші орында өзін өзі қадірлемеу. Ең қауіпті нәрсе адамның өз өміріне немқұрайлы қарауы. Денсаулықты кейінге қалдыру, демалмау, өзін аямау. Адамды көбіне бір нәрсе емес, өзін бағаламау өлтіреді. Бұл видеода 10 нәрсенің қайсысы сіздің өміріңізде бар? Пікірге жазыңыз. Егер пайдалы болса, лайк басып жақындарыңызбен бөлісіңіз. Себебі бұл ақпарат біреудің өмірін сақтап қалуы мүмкін.